Бүгінгі құқықтық қоғамның ең үлкен дерті қылмысты көрсе де көрмегенде кейіп таныту, жалтақтық әрі жемқорлық. Біз мұнымен заманауи заңдармен күресіп әлекпіз. Ал енді дала заңның темірдей логикасына жүгінейік. Қазақ халқының құқықтық салтында қылмысты ашудың ерекше ынталандыру жүйесі болған. Оның аты бет айғақ. Егер сіз жоғалған малды тапсаңыз, иесінен сүйінші аласыз. Егер сіз ұрыны қылмыскерді анықтап, оның қылмысын заттай айғақтармен және куәгерлермен мойнына қойып берсеңіз, сізге сүйінші емес, бет айғақ беріледі. Бұл не? Бұл билер кеңесінің тәртібі бойынша айыптыдан, яғни қылмыскерден өндірілген малдың, мүліктің немесе ақшаның тең 5-тен бірі, яғни 20% шарт біреу-ақ, сіз қылмыскердің іс-әрекетін нақты айғақтармен билер алдында дәлелдеуге міндеттісіз. Бұл істі ел билері ақсақалдардың қатысуымен ашық шешіп, үкім сол сәтте кедергісіз орындалған. Түрмесі мен полициясы жоқ қоғамда бұл жүйе қылмыстылықты минимумға түсірді. Себебі қылмысты жасыру ешкімге тиімсіз еді. Бүгінгі құқықтық нигилизмді жеңгің келсе, бабалардың басқару кодын оқы, кодыңды оя.